Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің, таулы орман, жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және де қадірменді қонақтар. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тәуелсіз Қазақстан елім менің атты дарын шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен балалар мен жасөспірімдер арасындағы конкурсқа қош келдіңіздер. Сағи сезім 8 жас. Ахметжанов Асықтар. Менің сахнаға өнер көрсеткенімді әке видеоға түсіріп алды. Мен асықтар күйін тарттым. Маған сахнаға шыққан қатты ұнады. Мен болған соң залға келіп отырдым. Басқа да балдардың өнерін тамашаладым. Барлығы болғаннан кейін бізде марапаттар басталды. Достар, сіздерге бүгінгі менің өнерім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Дәл осындай домбыра номинациясы бойынша Еріктілеу жұлдыз бірінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталады. Бақтияр Рамазан домбыра номинациясы бойынша 3-ші дәрежелі лауреат депті, алды ма дипломын? Алған жоқ. Ендеше ортаға қарсы аламыз домбыра номинациясы бойынша Бақтияр Рамазан. Марапаттарыңыз құтты болсын. Ендеше келесі кезекте республикалық тәуелсіз Қазақстан менің елім атты балалар мен ересектер арасындағы байқауда домбыра номинациясы бойынша ерекше көзге түскен Ислам Есет бас жүлдемен марапатталады. Ислам Есетті
домбыра аспабы бойынша Сағи Сезім 3-ші дәрежелі лауреат. Жәкен Әләзиз домбыра аспабы бойынша 2-ші дәрежелі лауреат.